Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей бүгін 23 желтоқсан 2022 жыл. Біз Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қайнарлы деген ауылдамыз. Бұл жерде өршіп тұрған мәселелер бар екен. Өткенде өздеріңіз көрдіңіздер, жаздың уақытында Астана қаласында аштық жариялаған Бақытқали деген ағамыз болды. Сол кісімен екеуміз сұхбат жүргіздік. Енді сол кісінің айтуы бойынша осы ауылға келдік, осы ауылдың мәселелерін көріп жатырмыз. Бәрін көріңіздер, таратыңыздар. Және де тек қана осы ауылда болып жатқан бұл мәселе ма? Қазақтың ауылында осындайлар бар ма? Соны бөлісіңіздер, комментарийға жазыңыздар. Кербұлақ ауданы жаңағы көмірге байланысты шу. Сонда мені Гүлмира, бұл кезде бұлар 6 баласы бар болатын. Бізге көмір енді не болып қалды да, керек өз ақшамызға көмір кешкене көмектесіңдер деген ғой. Сол жерде боқтады, Аден. Сөйтіп олар бізге қарсы бір не жасаймыз деп. Кімдер? Әкімшілік. Әкімшілік? Әкімшілік жағынан. Кім боқтады? Нұрлан Аденов. Кімді боқтады? Гүлмираны, 6 баланың анасы. Қазір мені Гүлмира 7-ші баласын дүниеге әкелді. Қазір 7 баланың анасы. Құттықтай қаласы ендігі жылы алтын алқаның егері болады. Дұрыс айтам ба? Содан кейін? Содан кейін енді негізінен Гүлмиралардың көтеріп жүрген әңгімесі мына жерде 20 жыл бойы Қапшағай қаласынан Тайшыбаев Еркін деген жігіт бір мен мына жерден жер сатып алдым, мен осы жерде деп қолдарында мемлекеттік актісі 15 гектар сотық жерге, 15 ақ. Оны алып қарасақ 37 сотық екен. Бірақ енді 37 сотық жерге 165 бас ірі қараны сыйдыру, бірақ одан да көп. Жақында біз мына осы 20 жыл тіркелмей тұрған мал, біздің өзіміздің ойымызша ұрлық мал. Бұларды жаңағы Еркін Тайшыбаевты ауданның әкімі ме, одан жоғары тұрған біреу ме, одан кейін роданың бастығы, жаңағы ішкі істер бөлімінің аудандық, сол қамқорлық қылама. Енді қысқасын айтқанда ұрлық точкасы деп айтуға келеді. Өйткені тіркеген кезде біздің шуымыздан кейін малдың бәрін жоқ қылып жіберді, 90 құлын ғана тіркеп қойды деп естідік. Осы ауылда деп. Оның кейін ары қарай шу бала бастап еді. Мына жерде қазір көріне ме? Не? Жоқ, көріне. Мына жерде тастап кетті. Ары қарай қашып кетті. Басқа жаққа қарай қашып кетті. Егер арттар таза болса, отыра береді ғой, қорықпай. Сонда біз бұл ауылға келген себебіміз? Сол жаңағы көрсетейін деп мына ұрлық точкасы. Ол Еркін отырған кезде, мен енді негізінен менің көтеріп жүрген әңгімем, жалпы нем, байырғы қазақ жері Конституцияда жазылған. Қазақ халқының ғана ортақ меншігі. Қазақ халқының ортақ меншігі. Ұлтырақтай жерге меншік құқы берілмейді, жалға да берілмейді. Тек қана пайдалану құқы. Ал қазір олай түпкіге келмегеннің өзінде, Қасым Назарбаев 2 сиыр асаңдар деді, қалай асырауды айтпай кетті ғой. Назарбаев. Ал кім? Тоқаев. Әр ауылдың жайлымын сол ауылдың тұрғындары пайдалану керек деді. Ал енді олар заңсыз жер, әлгі қолымызда құжатымыз бар деп, жаңағы Еркін Тайшыбаевтікі бар жоғы 15 ақ сотыққа жазылған. Оның құжаттарын көрсетуге де болады. 15 сотыққа жазылған? Ауыл 37 сотық жер. Ол жерде 165 бас малды көрсетіп отырғандары. Қалай сыйғызып бағады? Бір сиырға, бір ірі қарға 7 гектар. Тоқтаңыз, ол кісінің қанша мал бар? Вообще малдары бәрі тіркеусіз тұр. Жоқ, қанша мал бар? Малдары 150-ден асып кетеді. Еще сырттан мал жинап алып келген жабаны. Сол малды осы ауылға әкелгеннің арқасында сіздердің жайылымдарыңыз? Жайылымды, шабыстығымызды, егістігін бәрін жан-жақтан жайпады ғой. Қара деп қанша 2019-да біздің әкіміміз сот жасады. Сот жасады да осы малға ие болды деп Тайшыбаевқа біз не қылғанбыз, айтылған болатын. Міне түсірмейміз, бәрін қараймыз деді, міне соған осы уақытқа шейін жегізіп келді. Шөптен жыл сайын түк алмаймыз. Биыл біз сотқа бердік. Мына біздің шөбімізді жеп болды, биылға төлеп берсін деп. Сөйтіп едіңіздер, ол қашып кетті ма?
Қаш кеткенде сотқа бердік, сот оған хабарласыпты. Ол айтты, немеді, кешірім берсін, 3 айда төлеп берем деп айтты. Енді аға қараңыз, сізге сұрақ аға. Бұл кісі осы жерге малын әкелген кезде, бұл жерде қаншама адам тұрады бұл ауылда? Бізде бір 45-50 үйдей ғой. Аха. Солардың бәрінің мал жайылымы тарылды ма? Тарылды. Аха. Олар қазір малын қайға жайылды? Шабысымыз тарылды, жайылымыз тарылды. Одан малымыз жоғалады, мін табылмайды. Ұрлық. Сол кісі келгеннен басталды ма? Ол кісі келмей тыныш болған бәрі. Тыныш болды. Ол кісі келді, басталды міне мал ұрлығы. В общем, беспредел. Қазір бір малшысын қамап қойды. Ұрлық жасадым деп. Сол емес пе? Бірақ Қуаныш деген. Жаңа біз кірген кезде айтқаныңыз, мал жоғалады, табылмайды. сіздер ұрыны ұстайсыздар. Сол айтыңызшы. Ұрыны көрсетеміз. Ол айтады, ол алмадым деп тұр. Күдікті осы адамды көрсетеді. Кімге көрсетесіздер? Жаңа Шүленбаев Қуаныш деген. Сол жігітке көрсетеміз. Мынау алды, әкеп берші, әкеп берші деп. Қуанышты көрсетті. Полиция қызметкерлеріне. Себебі соның базына барған. Біздің малымыз 28 октябрьде ұрланды. Мұнақта есіктің алдында жібере саған күйеуім ерте. Саумен жүрген, жем жеп жүрген мінгі аттар ғой. Ертеңгісін сағат 7-те қараса, уже жоқ. Таңғы 4-тен шығарған. Сонымен ізімен қуалап барып, күйеуім барып қараса, оның баз жағына келеді екен. Ізі сояққа келеді. Барып сол Шүленбаевқа барады да. Шүленбаев деген кім ол? Сол қазіргі малшысы. Қуаныш деген. Соң күйеуім айтады әйеліне, әйелі да мас, әйелінің бауыр да мас, ұйықтап жатыр екен. Күйеуім қайда? Десе, білмейміз деді. Одан кейін күйеуім ар-бер іздеді, осылай малым жоғалды деп айтыпты. Әйелінің күйеуіне, әйелінің бауырына. Ол айтты, білмеймін, қара депті. Сонымен сол күн жігіт жоқ. Именно малымыз ұрланған түні ол мұнақта жүрген, көршілер көрген. Қайықта жүрген? Мына поляның аяқ жағында көршілер көрген. Ауылдың ішінде жүрген? Иә, ауылдың ішінде. Ол сол түні мас жүрген. Сол біздің маңайында жүрді ғой. Енді із соған апарат, оны көрген адамдар бар. Одан кейін біз соған указать етіп бердік. Бізде полиция қызметкерлері ол уақыт осы уақытқа шейін созып келді. Очный ставка жасады, очный ставкада анау сен мойындайсың ба, сен біздің малымызды ұрлады деген кезде анау мойындайын деп тұрған кезде следователь оған боқтап салады, сен неғып бүйтіп айтасың деп. Сүметін сен не істеп тұрсың бұны, сен неғып тұрсың, нетіп тұрсың ғой десек, ол ұйықтап отыр ғой дейді. Сүмен айтым, очный ставкада адам ұйықтай ма? Оған біз кінә артып отырмыз. Кәдімге қылмыстық іс қой ол деп. Сүйдедік, содан кейін ол мойындамайым деп шықты, сонымен мына ісімізді. Қанша мал жоғалды? Былтыр октябрь айында 2 бас жылқы жоғалды. Асыл тұқымды. Биыл август айында тағы 2 бас жоғалды. Тағы табылмайды. Тағы да көрсетеміз сол, однократно. Тек қана сіздің малыңыз жоғалып жатыр ма? Біздікі жоғалып жатыр, көршілеріміздікі жоғалып жатыр. Осы бір жылда есептесеңіздер, бұл ауылда қанша мал жоғалды? Енді жыл сайын жоғалады, 2-ден 3-тен. Жоқ, енді мына жерде басты себебі былтыр Гүлмира менен ауданның әкімінің орынбасары Әденов Нұрлан екеуі ұстасып қалған. Көмір үйіме ақшама көмірге көмектесіп деп барған ғой. Сол кезде боқтап не қылды. Оны жаңағы Тоқаев Павлодар қаласында айтты. Мына Кербұлақ аудан Павлодар қаласында айтты. Содан біздің күдігіміз өш алып отыр. Тапсырма. Ұрылар арқылы ма? Ұрылар арқылы. Сондықтан біз жаңағы мына біздің ауданның тегін ана Моншадағы жағдайда бағана табернені көрсеттім ғой. Біз ОПГ-міз деп тегін айтқан жоқ. ОПГ-міз деп тегін айтқан жоқ. Ұйымдасқан қылмыстық топпыз деп. Біріншіден. Екіншіден, өздері крышевать етіп отыр. Жаңағы 165 басты 15 госактының өзі, мемлекет актінің өзі 37 сотық не қылғаны. Жазылғаны 15 сотық дейді. Оның өзі поделка, дұрыс емес пе? Енді қараңыз, аға сіз малды қайқа тіркейсіз? Малыңызды алдыңыз, оның құжаттарын қайықта тіркейсіз? Ветеринария. Аха, бұл ауылда ветеринар бар ма? Бар.
әкімшілікке тіркеледі. Аха, ол кісіден сұхбат алуға бола ма, сөйлесуге? Болады, жоқ. Иә. Рахмет. Енді берде басты мәселе сонда келіп, өзге басқа жақтан жер аударып келген адам жерді иеленіп, сіздерге қыспақ көрсетіп жатыр. Заңсыз. Содан кейін ол келгеннен бастап, осы жерде мал жоғалу басталды. Мал жоғалу басталды. Учаскелік полицейіңіз бар ма осы жерде? Бар. Аты жөні кім? Каракашин Мадияр. Қай жердің адамы? Осы жердің адамы ма? Осы жердік. Осы ауылдікі ма? Ол не қарап отыр? Оған айтылды, жаңағы очный ставка немене жасадық, жаңағындай. Сход жасадық, мұнан қажайына да айттық, чабанына да айттық, малдарыңа ие болыңдар деп, қараңдар деп. Бірақ беспредел қарамайды да сол қалпы бәрі. Сіздерден арыз қабылдамай ма сонда? Қабылдайды. Арызды қабылдайды, бірақ ешқандай нәтиже жоқ ол арыздан. Біздің ойымша Ахметқалиев РОВД-ның бастығы. Сол кісі бәрін басып отыр. Себебі, потому что біз очный ставкада, следователь айтқанбыз, видеоға түсіріңдер біздің очный ставкамызда. Міне видеокамера тұр, запись жасалынады. Осы көрсетті жоғар жағында тұрған камера. Потом біз келесі күні мына очный ставкамен біз келіспейміз, потому что атып отырды следователь. Ана камерадан қарандар деп прокуратурада Айбек фамилиясы кім? Бүркітбаев Айбекке айттық. Ол кім? Ол прокурор. Соған айттық, енді ол қылмыстық іс бойынша ғой. Айттық, камералар істейді ғой, камера бойынша көр, дәлеліміз солай. Деп едік, камера аяға істемей қалады екен. Ол камераны Ахметқалиев Ербол бәрінікінде қадағалайды. Мен өз көзімен көрдім, оның компьютерінде несінде тұр бүткіл кабинеттерінің видеолары. Біз мына малымызды талап етіп РОВД-ға барамыз. Нелерін айдап салады сотрудниктарын бізге. Сүрінге штраф салады. Неге? 15 қаншан баста салды бізге өткен? Бір рет мына Шулембаев Қуаныштың ұрының әйелін бізге айдап салды. Ол келіп, мен ол кезде ауыраяқпын, маған қол жұмсады. Бірінші бастап. Аяғында өзіме штраф салды 40 000. Осы жолы РОВД-ге барамыз. РОВД-дегі Сейдахметов сержан қой деймін да аты. Сол жігіт поста отырмайды, мылтығын тастап кетеді поста. Енді ешкім жоқ болғаннан кейін, біз енді есік ашық болғаннан кейін кірдік. Бірақ ары барған жоқпыз. Күйеуім бар, кішкентай балам бар, мен бармын, үшеуміз. Ол кезде мен ауыраяқпын. Кіріп барамыз, ана жігіт телефонымен сөйлесіп, темекі тартып тұр. Бізді көре салып жүгіріп келді. КПП-ға шығыңдаршы, анау мынау деді. Сен не бопты деп мен баламен шығып баратсам, күйеуімді соның арасына итеріп, күшін салып жатыр. Қанша күйеуімді шығайын деп, иә, полиция қызметкер. Сонда маған штраф салынады, мен ұрсып айғайлағаным үшін, ал ол жігітке ештеңе істемейді. Құр выговормен құтыла салады. Вот сонда Ахметқалиев түйістіп бізге әр жақтан бізге нетіп отыр. Енді сіздерге қазір не керек? Бізге біз айтып отқан күдіктімізді бір жағына шығарып, ұрлық малды тоқтатсын. Мына Тайшыбаев Еркіннің, міне осы уақытқа шейін облысқа да бардым мен жер мәселесімен. Оның ген тұрып атқан басы, ген планда жоқ. Оны міне облыс болып, мен болып комиссиясының ізінен қалмай жүрдім. Оны дәлелдедім. Ген планда жоқ ол. Заңсыз отырған жер. Оны облысының жер қатынасында мақсат деген бізге келген Қартбаев да. Сол жігіт жауабын берді, что ол заңсыз. Бұл населенка нетпейді, жатпайды, несіне, қалай айтады? Земля общего пользования да отыр. Ол заңсыз екен. Сол заңсыз деп бізге жауап берді, бірақ земельная инспекция тоже келген, Еркебұлан деген жігіт. Олар бізге наоборот ответін береді. Что ол населенный пунктта тұр, заңды деп. Ал жаңағыдай жауап берген үшін Мақсат Қартбаевты естуімізше не керек енді сен соны сұрап отырмын ғой. Бізге мына Тайшыбаев Еркіннің мына заңсыз отырған ұрлық точкасын жойып берсе, ұрларды ұстап берсе, бұзып жатыр, бізге тыныш өмір сүруге берсе, жаңа малымыз тауып берсе, соңғы мына полиция қызметкерлері, мына Ахметқалиев Ербол, мына сотрудниктарын айдап салады. Міне нақты біз
өз сөзімізге жауап береміз. Солай емес беріп. Иә, дұрыс. Бұл ауылда тұрғаныңызға қанша болды? Мен 45 жыл болды осында тұрған. Туып өскен ауылым, әке шешем осында туып өсті. Аталарым соғыс ардагері. Әкемнің де әкесі. Сіз осы Қазақстанның азаматысыз ба? Қазақстан азаматы. Еш жақтан алып келген жоқсыз? Алып келген жоқпын еш жақтан. Бірақ неге бүгін ғана сіздің үніңіз шығып жатыр осындай? Біздің бармаған жеріміз жоқ, айтпаған жеріміз жоқ, арызданбаған жеріміз қалмады. Сонан кейін біз сіздерге енді бізді біреу тыңдайтын шығар деп, сіздер осы аға арқылы сіздерге айтшы, жаңа тыңдаушы бар ма, жаңа осындай нелер бар ма, қара халыққа қарайтын, жанашырлар деген сияқты мына. Қазір адамдардың ниеті бұзылып кеткен, мына жоғарғы мына нелер, чиновниктардың бәрі бұзылып кеткен ниеттері. Айлық алады. Қара халыққа. Сіз қалай күн көріп жатсыз бұл жерде? Не күн көріс? Міне мен сізге көрсетейін. Кел Айбек бер. Міне мына балам менің науқас. Инвалид первой группы. Көз көрмейді. Міне басына операция жасаған. Осы баланың пенсиясына біз қазір күн көріп отырмыз. Мен мектепте болып жуатын. Қазір енді декретте болғаннан кейін біз қазір пенсияға пособие күніміз қарап отырмыз. Кипасы берсін. Мал бағып отырған. Малымыз, міне, АСП алатымыз. Грант беріп атыр, мал өсіріп мен өмір бақи өкіметке қол жаямыз ба деп. Грант алдық, мал алдық, түбінде не істеді, малымызды ұрлап атыр. Біз енді күн көргіміз керекпіз ғой, былай қарасаңыздар. Сіздің мамандығыңыз бар ма? Мен мамандығым жоқ, мен сол еден жуушы болып істеймін, 0,5 ставкамен. Осы жерде? Иә, осы ауылда шағын мектепте. Мектеп бар ма? Иә, кішкентай сол жер жұмыс істейсіз? Иә. Сіз тек қана малмен айналысасыз? Мен малмен айналысам, жұмысқа кетейін десем, жаңа осы бала шағам тастап кете алмаймын. Науқас баламды өзім қараймын, өзім жуындырамын. Енді ержеткен бала ғой, мамасы қарай алмайды. Жұмысқа кетіп табыс табайын десем, бала шағам тастай алмайды. Бұл бала аяқ асты. Сондықтан маған басқа уақыт жоқ, мына малмен айналысайын десем, осылай малымды қоймайды, ұрлап. Оның үстінде Назарбаев айтты ғой, екі сиырды асырап күн көріңдер деді. Енді сондықтан екі сиырмен аз болатын болғаннан көбірек. Соны өзіміздің жайлымен шабындықты өзіміз пайдалануымыз керек қой. Ал енді керек десең елдің егіп қойған егінін жаңа Тайшыбаев. Мал жайып жібереді екен. Аға, сіздің есіміңіз кім? Мен Жанатай Ермек болады аты жөнім. Ермек аға, сіз мынау мұнайдан түсіп атқан, алтыннан түсіп атқан, темірден түсіп атқан пайдаға өзіңіздің үлесіңізді алғыңыз келе ме, жоқ тек қана малыңыз керек пе? Әрине алғымыз келеді. Бүткіл Қазақстан азамат алса екен деймін біз сияқты адамдар. Ол бәрімізге де жетеді қазақтың байлар Қазақстанның. Оны бізге татырмайды ғой, жеткізбейді ғой бізге жоғары жақтағылар. Өздері ұрлап отыр ғой. Иә. Енді Ереке, біз қазір мына мәселені көтереміз жан-жақта. Жаңа мен анау облыс әкіміне де, қазір президент әкімшілігіне де, ішкі істер министріне, бас прокурорға да барлығын жазамын. Сөйтіп жаңағы сіздерді одан кейін хабардар етіп отырамыз осы мәселеге. Рахмет. Өкіметтен міне жер сұрап жатыр, не жер бермейді. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Жер жоқ шығар мүмкін? Жер бар, жетіп жатыр. Бізге көрсетті, конкурс ойнатылады деді. Жер деген көп біздің, бай ғой біздің Қазақстан. Бізге не жер бермейді. Біз Басшыбаев мырзаға да бардық. Өз личным контролімді ұстайым деді. Ана жолы генерал келді. Ағытай. Генералға айттық, өз личный контролімді ұстайым деді. Облысының әкіміне айттық, өз контролімді ұстайым деді. Сонымен контрольді ұстаймыз дейді да, бірақ нәтиже жоқ. Ештеңе жоқ. Иә, ауызбен ғана ұстайды, на деле жоқ. Жартас ба? Иә, баяғы жартас сол жартас қалып отыр. Біз мынаның бәрін білмейтінбіз. Өстіп өкіметтің адамдарына зардап шегіп, жаңағы жоғымызды, малымызды айырылып, осындай неге халге жеттік біз міне. Ашынып қалдық деген. Міне осындайдан шығады, міне осындайдан. Бізге тиіспесе біз неміз бар? Айғайлақ, әкімшіліктен неміз бар? Шаршағаннан кейін өтіріктен титтей болса да халқымызға көзін ашайық, ауызбірлікке келтірейік. Ана не қылмасын деп екеуміз Астанаға барып өртенеміз деп бардық. Не істейміз деп бардыңыз? Өртенеміз деп бардық. Жұбайыңызбен ба? Иә, екеуміз бардық. Аштықты жайлап аштығымыз қазір күлкі болып қалды. Қазақстанның қандай мемлекет екенін бүкіл әлемге паш еткіміз келді біздің.
мінекей ешқандай бізде әділеттік жоқ, жұмыс істеймін деген адам қудалауда жүр деп біз енді әбден мынау жүйеменен шаршағаннан кейін біз Бақытхан екеуміз келістік те өтінейік. Мүмкін басқаларына ой салармыз. Мүмкін бір өздеріңіз үшін ба? Жоқ, мен халық үшін. Халық Мүмкін басқаларына ой салармыз. Бүкіл дүние жүзі көрсін, мінекей Қазақстанда енді ештеңе неғылмағаннан кейін мына жүйеден шаршаған адамдар өздерін өздері өтеуге көшті деп айтсын деп сонымен бардық. Ойбай, мінекей жетіңіздер, сіздердің мәселелеріңіз бойынша мына жақта комиссия келе жатыр. 12 күні келетін болды, тез жетіңіздер деп, 10 күні билет алып, 12 күні келсек, комиссияда жоқ, ештеңе де жоқ. Алдап шақырып алған. Міне. Біздің қазіргі таңда бізде тек қана алдау ғой, халықты алдау. Әлі де алдап жатыр. Әлі де алданып отырмыз. Мен көп адамдармен көп сөйлесемін, ауылдағы адамдарда. Алданады. Тоқаев бірдеңе жасаймын деп жатыр ғой дейді. Ей, айналайын ау, бізге де солай жасаймын деген 30 жыл бойы бізге Назарбаев айтып келді. 2030 жыл деген, 2050 деген бағдарламасын оқысаң, анау керемет ертегі бағдарлама. Сендер оны оқымайсыңдар да. Сол сияқты Тоқаев та тура соның іздерінен солай жасап келе жатыр. Қашанға алдана бересіңдер, айналайындар ау. Ең болмаса өзіміздің құқығымызды қорғайық та. Деді мен. Ең сөйтсе сендер демеге. Сіздерге бәрін беріп жатыр ғой дейді. Рас, бізге берді, бірақ бәрінен бас тарттық біз. Үй де берді. Қалада 4 бөлмелі үйіміз болып тұр, 4 бөлмелі үйді де берді. Нұрқадилов. Мына жерге келген кезде осы тірліктеріңізді қойсаңыздар, мынау аудан орталығынан керемет қып тұрып үй салып береді. Қандай тірліктеріңізді? Мынау бізге қарсы шыққандарыңды мынау. Белсенділікті ғой. Белсенділікті қойсаңыздар, тіпті мынау 5 баласы, о кезде 4 баласы бар ғой мына қызым. Оған тек материалдық көмек берейік. Қандай көмек керек? Тек қана аузыңызды жабыңыз. Тек қана аузыңызды жабыңыз. Этаж үй дейсіз ба? Берейік. Коттедж салып бер дейсіз ба? Салып берейік. Бірақ тек қана осы белсенділіктеріңізді қойыңыздаршы. Бізді масқаралағандарыңызды қойыңыздаршы. Сіздердің аяққа жазғандарыңыз бізге минус деп төбемізден тоқпақтап жатыр. Соны қойсаңыздар, сіздердің бүкіл айтқандарыңыз істейді деді. Біз оған, мен жарайды, мен өз басым үшін оны жасайын. Бірақ менің ұрпағым не болады? Мен халқым не болады? Мен сонда өз халқымды сүйгенім үшін жазықтымын ба сонда? Біз аша отырған жоқпыз. Немерелерім бетіне қалай қараймын? Аша отырған дастарханы бар. Біз аша отырған жоқпыз. 6 баламызды оқыттық. Тойларын жасап бердік. Қысы жазы шындап келгенде қазы қартамызды жейміз. Қымызымызды ішеміз. Біз ол ойбай мына өкіметтен мынандай көмек береміз. Біз көрсеткіміз келеді. Әрбір ауылдың тұрғыны еңбек етсе өз жағдайларын жасай алады. Осыған үлгі боламыз, біз көшіп келдік. Алматыдан 4 бөлмелі үйді тастап. Құдайға шүкір жейтін наным бар ғой дейді. Мен айтам, сол жейтін наның қасында сарымай тұру керек қой. Оның қасында ет тұру керек. Айналайын құр нан менен суға піскен вермішелден ертең қандай бізде дені сау ұрпақ өседі. Мен қазіргі халықтың жеп отырғансың. Қандай ұрпақ өседі? Дені сау. Ол болашағымыз сонда не болады? Ал жаңа сарымай. Соны айтқанымыз үшін біз жақпаймыз. Жаңа нанның үстінде сарымай жағылу керек, сарымайдың үстінде икра жағылу тұру керек. Мысалға. Соны түсінбейді халық. Мүмкін қазаққа ондай жақсы тамақ керек жоқ шығар. Неге? Қазы қарта жеп өскен қазақ өмір бақи қазы қарта жеу керек. Мен ол не қылған емес. Сізге не жетпейді десе, сізге қазір бәрі жетіп тұрып, халыққа жетпейді деп айтасыз ғой сонда. Солай, иә. Міне халықтың жағдайын көріп мен жүрегім ауырады. Иә, дұрыс айтасыз. Адам құқығын қорғайтын мемлекетте өмір сүргім келеді. Ертеңгі ұрпағымыз болашағына сенсін. Мына менің мемлекетім деп сенсін. Назарбаев деген ана 5 бала өлген кезде әр балаға 21 мыңнан 18-ге шейін төлеймін деді. Сол уәдесінде орнабай қашып кетті ғой. Міне, жаңа Қазақстанда сол сияқты уәде беру ол бір бөлек. Дәлелдесін, іспен. Мен бұл жерде айтып отырмын. Айтам, ойбай, Тоқаевты мен жек көрген емес, Тоқаев уәдесінде тұрсын. Енді халық қолдамайды деп айтпасын, міне, халық қолдап жатыр сені деп, соны көрсету үшін шығып жүрміз. Бірақ онда осының бәрін біз халыққа көрсетіп, осы ауылдың жағдайын, анау тек қана жаңағы Астанада жүрген чиновниктер, әдемі офиста отырған
олар жаңа әдемі офиста отырып бір 25-ші этаждан жаңа қарап былай ойлайды, мына халықтың бәрі осылай жақсы тұрып отыр екен деп. Мен әне қазақ екенімді бірінші рет сезіндім Астанаға барғанда. Ой рахат, ана жерден тексеріп кіргізеді да бізді автоматпен баққан екеумізді біреулер кесіп қоймасын деп, анау президент әкімшілігіне апарады. Күтіп тұрады бізді. Өнен кейін былай кетіп қалмаңыздар, сіздерді біреу бірдеңе қылып кетер деп, бізді ана жерден шығарып салады ғой. Мен ода шынында да мен керемет. Одан да қару. Қуанғанымнан айқайладым. Мен сонда қазақ екенімді сезіндім. Çeken kumalaklar жойылсын, есектер жойылсын, биліктегі мәңгүрттер жойылсын деп. Қуанып кеттім ау жағында. Ана жердегі менттер айтады, аға кішкене қаттырақ айқайласаңыз дейді, бізде бір жетістігіміз ба дейді. Әнки. Олар да кәдімгі өздерінің жаңа не үшін рахат ана жерде күзетіп тұрады, ешкім тиіспейді. Бізді жаңа автобусқа не шығартып алады ғой. Сіздер анау былай кетіп қалмаңыздар. Жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстан. Рахмет. Өздеріңіз көргендей, мінекей қарапайым ауылға, қазақтың үйіне келдік, дастарханнан дәм таттық, әңгімесін естік. Барлықтарыңыздың үйіңізде айтатын әңгіме осы. Бірақ жеме-жем келген кезде біреу сізден камера қосып, немесе биліктен біреу сұрай қалса, ауыздарыңызға құм құйылатыны ол да рас. Қашанғы қараңғы қазақ боламыз? Қашан біз керемет дамыған мемлекеттің азаматы боламыз? Қашан біз өз құқығымды сұрай білетін, өз билігімізді өз қолымызбен реттей алатын мемлекет боламыз? Қашан біздің есіміз есейіп, ойымыз түзеледі? Осы сұрақтарға жауабыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Осы видеоны таратыңыздар. Ауылыңызда бәрі жақсы болса, сендердікі дұрыс емес, біздің ауыл керемет жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатыр деген видеоңызды маған жіберіңізші. Мен қуана осы арнаға саламын. Рахмет ағайын, келесі кездескенше.